Сәлем беріп өтейін үлген жас кіші жасына, тоқтап өтейін сөзімнің шын хақиқат расына. Қалқабатымдай диярды көтеріп және басыма, бриллиантты тең көрмедім тырнақтай болған тасына. Маржан қылып терейін сөзімді бір шетке ауытпай, құнтпенен мені тыңласаң қалады уақытың ауыспай. Заводтардан дүнияда тұрады екен қалыспай, жақын атырапта жоқ екен қалқабат тақта зауыттай, алтын жұлдызлы зауыттай. Тербетемен қалемді кетіріп және сыясын, ұстаздарымды айтайын бізге берген патиясын. Мәдениетті үйреткен туырысы менен қиясын, айрықша атап өтейін Жайқұны менен Азиясын, группа Жайқұн Азиясын. Жай жәннетте марқұмды айтып өтпеді демесін, дүниядан ерте кетсе де аты оның өшпесін. Уақытында зымырап жүргізген суда қырда да кемесін, қонсағандай ұстазым басын бір мәрте көтерсін, басын бір мәрте көтерсін. Мыңнан тұлпар шыққандай миллионнан бірі шыққансаң, міне мен деген палуанды бір қолыңменен жұтқансаң, өшпеймен деген жалынға дария болып аққансаң, палуан Әділбай ағам жәннеттен орын тапқансаң, алғыстан медал тапқансаң. Алматыға барған жігіттер сөзімнің мәнісін аңла, білмедім бұл сөзім сілерге жақпай ма я жарама. Шөжесін аздыраған бүркіттей алған біздерді панаға, жалыны сәлемдеп қойын ұстазым Қаржау ағама, өзімнің Қаржау ағама. Дүния бұл сондай дүния ғой, кең болса да сыймайтын. Бұл сөзім варсақы сөз емес, күректе нәрсе тұрмайтын. Мақтануға азайтын ағаларым бар қимайтын. Марқұмларды есітіп әулатлар факт жинасын, әулатлар факт жинасын. Ағаларым бар қимайтын, Қалқабатым бар қимайтын.